Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін сұйық тағам тұшпара, яғни пельмен жасайтын боламыз. Наны езілмей өте дәмді болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін ұнға жұмыртқаны қосып, тұзды суды шетінен қойып, орташа жұмсақтықта илейміз. Қамыры тыңғанша салмасын дайындаймыз. Оған ет, пияз, тұз, қарабұрыш қажет. Еттерді фаршқа өткізіп аламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, қарабұрыш қосып араластырамыз. Енді қамырын қағып жайып, осылай екі бүктеп бокалмен кесіп шығамыз. Одан кейін арасын бір-бірлеп ашып, салмасын салып түйеміз. Енді пельменді пісіру үшін пияз сәбізді турап қуырып, томат салып, су құямыз. Суы қайнағаннан кейін пельменді салып 7-10 минут пісіріп аламыз. Пельменіміз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.